Birde boy to'n sotmoqchi bo'lib shalabinni do'kon ochdi. Biroq sarangda usta to'nlarning qonini ko'targani so'ngsha do'konga kelgan yurtning bari bag'asini ko'ra sola qasha jo'nadi. Boy bir oila yasamoqchi bo'ldi. Yurtning ko'zini qiziqtirib do'konni aldab kirgizmoqchi bo'lib, ko'rmasini tegib siyratdan degan jarnama o'rnatadi. Сөйтіп, қармаққа бірінші болып түсетін адамды күтіп отырады. О, бәлем, егін сылыққа дейміз. Бар, көріп қайдайық. Дүкенімізге қош келдіңіз. Біздің дүкенімізге келгеніңіз үшін мына сыйлық сізге. Ай, рахмет. Рахмет. Әй, қайда барасың? Үйге бармайын ба? Сыйлығыңды апарып ашпаймын. Жоқ, болмайды. Бұл сыйлықты алдың ба, енді менің дүкенімнен тон сатып алуым керек. Сонда тон алмасам, сыйлықты да алуға болмай ма? Жоқ, сыйлықтар тек тонмен бірге. Ай, онда көрсетіңіз тондарыңызды. Егеріңіз болсын. Ананы көріңіз. Шапандарыңыз бізде біреу ғана деп сөйлеймін. Әрине, шапаныңыздың бәрі жалғыз. Шапаныңыз өте әдемі екен. Енді тура осы шапанның сағаш жоқ түрі бар ма сізде? Қазір, сәл күтіп, қоймадан көріңіз. Уақытыңызға орай жарасыз шапаныңыз да бар екен. Міне. Ай, бәрекелді. Енді тура осы шапанның жеңсіз түрі бар ма? Болу керек. Сәл күтіңіз. Қоймадан көріп келейін бар. Сен менің дүкенімнен ешқандай шапан алмайынша ешқайда жібермеймін. Кел. Мінеки, жеңсіз шапаныңыз да бар екен, киіп көріңіз. Тура ізденгенім осы алғашқы үш топтаманда екен, үшеуін де аламын. Бізде алғашқы топ жоқ. Қағат деген ағай. Өзіме осыдан тұратын үш топтаманы қатты алғым келеді. Онда шапаныңызды алудан бас тартуға тиіспін. Алайда сыйлығыңызды алып кете берейін. Келесі келгенімде үш топтамада болады деп үміттенемін. Сол кезде алармын. Дүкеніне келіңіздер. Қубай.